Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен StoryJumper.com бағдарламасында, яғни қосымшасында жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Әуелі іздеу жолағына StoryJumper.com деп жазасыздар. Мен бұл парақшаға тіркелгендіктен маған бірден өзімнің парақшам ашылады. Сіздер міндетті түрде электронды пошталарыңызды енгізу арқылы бұл қосымшаға тіркелесіздер. Бұл қосымшада не істеуге болады? Міне, мына үлгіге назар аударсаңыздар, бұл менің жасап көрген электронды құралым. Осындай кітапты жасап оқушыларға жіберуге болады. Яғни, оң жақ бағанға назар аударсаңыз, оң жақ бағанда редактировать, комментировать, поделиться деген функциялар бар. Редактироватьты бассаңыз, сіз өзгерту енгізе аласыздар. Одан кейін поделицаны бассаңыз, оқушыларыңызға жібере алатын боласыздар. Ол үшін төменгі жаққа назар аударыңыздар. Бұл копировать, поделиться, ссылка деген бар. Осыны көшіріп алып, оқушылардың электронды поштасына жібере аласыздар. Енді бұл парақшада қалай жұмыс жасау керек? Ең әуелі біз сіздермен төменгі жақта орналасқан создать книгу батырмасын басамыз. Бұл жерде бізге әртүрлі шаблондар ұсынылады. Біз бос шаблонды таңдап, өзіміз ол шаблонға өзгеріс енгіземіз. Мінеки сіздерде осындай таза бет шығады. Ең бірінші сыртқы мұқабасынан бастайық. Мына жазулар тұрған жерге өзімізге қажетті атауларды енгіземіз. Мен Word нұсқасында алдын ала дайындап алдым. Тахауи Ақтановтың «Күй аңызы» әңгімесі бойынша бір оқу құралын жасап көрсетпекшімін сіздерге. Бұл үлгі нұсқасы. Мінеки «Күй аңызы» деп атауында сыртқы мұқабасына жазып қоя аламыз. Ол үшін төменде тұрған жазулардың үстінен бассаңыз жеткілікті. Сол сияқты сіз сыртқы мұқабаның түсін өзгерте аласыз. Егер оны сүйреп алып келіп, одан кейін мынандай батырманы басу арқылы оның шрифтін өзгертуге болады, бірақ қазақша қаріптерді бұндағы дайын шрифтлар қабылдай бермейді. Одан кейін жазудың көлемін өзгерте аласыздар. Осылай мұқабаның ортасына қарата жазуымызды орналастырамыз да. Енді келесі ішкі бетін ашамыз. Мына жерге мазмұнын аннотациясын жазуға болады. Одан кейін мынау бос орынға біз енді өзіміздің тапсырмамызды орналастырамыз. Мынау тұрған жерден сүйретіп алып келсек, болғаны бұл жерге топ етіп орналаса қалады. Ең соңғы delete-ті бассақ, оны біз оп-оңай өшіріп тастаймыз. Төменгі жақта тағы да суреттер қоюға байланысты функциялары бар. Оны өздеріңіз қоя аласыздар. Енді біз мына жерде оқылмалы тапсырма суретке қарап болжам жасаңыздар деген тапсырманы ұсынып көреміз. Мінекей көшіріп алып келіп қоя саламыз. Және де оның шрифтісін да өзгерте аламыз. Ұшынан тарту арқылы біз оның рамкамыз, соны да өзгерте аламыз. Орналасу орнында белгілей аламыз. Жазудың көлемін де өзгерте аламыз. Содан кейін төменгі жақта суреттер енгізу үшін мінекей әртүрлі суреттерді енгізуге болады. Дайын күйінде немесе алдын ала жүктеп қойсаңыз, мен мына жерге 3 суретті алдын ала жүктеп қойғам. Мына бірінші сенс дегенді басатын болсақ, біздің бетімізге сурет толығымен енеді. Міне қараңыздар. Бұл бір бетті алып тұратын формада тұр. Егерде біріншісін басатын болсаңыз. Енді мына жазуды тағы да емін-еркін орналастыра аламыз. Мен бұны төмен түсіріп қоямын. Келесі бетті ашамыз. Келесі бетті ашқан кезде мен жаңағы алдын ала жүктеп қойған 3 фотомды фото деген жерден тауып аламын. Суретті мен компьютерден жүктеп қойғам. Екінші проб дегенді басқан кезде ол кішкентай ықшам күйінде түседі біздің бетке. Бізге ыңғайлысы сол. Сондықтан егерде суретпен жұмыс жасатсаңыз,
міндетті түрде оның екінші prop дегенді бассаңыз, сізге ол ықшам күйінде түседі. Одан кейін емін-еркін бетіңізге орналастырасыз. Мінекей, бізде 3 суретіміз дайын болды. Енді осы 3 суретке қатысты біз тапсырманы әзірлейміз. Ол үшін жаңағы текст деген жерге баратын болсақ, біз қажетті шаблонды таңдаймыз. Мына бір шаблонды таңдайық. Тағы да және де енді осы суреттің мәні ашылатындай сұрақтарды енгізіп, жазып көрелік. Мен оқушыға 3 сұрақ ұсынамын. Бұл үлгі, сіздер оны өздеріңіз әрине кішкене тереңдетіп, қызықтырақ бересіздер. Мен сіздерге түсінікті болу үшін үлгі ретінде ұсынып отырмын. Енді келесі бетті ашу үшін төменгі жақтағы үшбұрыш белгісін бассақ, міне жаңа парақша ашылады. Енді осы парақша әппақ күйінде емес, оның түсін де өзгертуге болады, картинка қоюға болады. Оны мынау жерден қарайсыздар, мына көк түске немесе мынандай қоңырқай түске өзгертуге болады. Мен қоңырқай түсті таңдап көрейін. Біздің жаңағы шаблондарымызбен кішкене үйлеседі. Және текстті енгізуге арналған мынандай шаблонды таңдай. Енді біз мәтінді енгіземіз. Мынандай да форманы әзірлеуге болады. Көріп отырсыздар, Енді біз мына жердегі мәтінді бірден барлығын емес, абзацпен бөліп, алып келіп қоямыз. Мына жерде көріп тұрсыздар, бір бетке сыймай тұр, сондықтан да біз оның шрифтінің көлемін өзгертеміз. Жоғарғы жағындағы батырмаларды басу арқылы. Және де оны жан жағын дұрыстап әдемілейміз. Дәл сол сияқты, енді бізге келесі парақшаны әзірлеу керек. Дәл сол сияқты мен барлық парақшаны осылай бірден қоңырқай түске бояп алса, өзіме оңай болады. Енді қайтадан шаблонды алып, осы жерге Word нұсқадағы дайындап қойған мәтінімізді енгіземіз. Көшіріп алып келіп қоя салсақ болғаны. Мына жерге әлі де 2-3 сөйлем сыятын сияқты, сондықтан да тағы да бір 2-3 сөйлемді көшіріп алып келіп қоямыз. Енді келесі бетке дәл солай қайталаймыз. Мінекей, осы жерден тағы да бір абзацты көшіріп алып келіп қоямыз. Жан жағын әсемдейміз, шрифтыларын өңдейміз. Бәрі біркелкі болғаны дұрыс. Екінші бетке тағы да шаблонды қойып, келесі мәтінімізді, яғни абзацымызды көшіреміз. Сонымен мінекей, менде кішкене ғана қалған екен. Осыны копировать етіп қоямыз. Мына жердегі алдыңғы абзацпен байланысын назар аударамыз. Сөйлем немен аяқталып тұр. Біз соның жалғасы ретінде артығын алып тастап, жалғасын ғана қойып қоямыз да. Бұның да шрифтісі мен көлемін өзгертеміз. Міне, біздің барлық мәтініміз кітабымызға енді оған қатысты тапсырмаларды орналастырамыз.
қарап отырсыздар. Сонымен қатар бұл жерде аудио жасауға болады, дыбыстауға болады. Мына жердегіні бассақ, мінекей менің дыбысталып жатқаным көрінеді. Яғни сіздер өздеріңіз микрофон тетігін басу арқылы мәтінді толық дыбыстап, содан кейін оқушыларға тыңдатып және оқытып жіберсеңіздер болады. Сонда кішкене кітабыңыз ерекше болып шығады. Басамыз, содан кейін қарасаңыз, мінекей бізде сейвті бассақ, ол бізде сақталады. Одан кейін төменгі жағында микрофон белгісі тұрады. Соны басқан жағдайда біздің бетіміздегі жаңағы мәтіннің дыбысталған нұсқасы бірден ойнайды. Келесі бетте біз енді тапсырманы орналастырып көрелік. Ол үшін жаңағы мен өзімнің Word нұсқамда әзірлеп алған тапсырмамды көшіріп алып келіп, осы жерге қоямын. Тағы да дайын шаблондардың бірін таңдауға болады. Мен мынау түрін таңдап көрейін. Оны көлемін де ұшынан созу арқылы өзгерте аласыз, әртүрлі суреттер қоя аласыз бұл жерге. Бұның өзінің библиотекасында әртүрлі суреттер бар, соны қоя аласыздар. Міне менде мына жерде қаншама тапсырмалар тұр, оны орналастыра берсем болады. Қазір мен сіздерге қысқа нұсқасын ғана көрсетіп отырмын. Барлығын енгізіп болғаннан кейін енді біз оқушыларға жібереміз. Мына негізі ақылы бағдарлама, бұны әртүрлі формасына өзімізге жүктеп алуға болады, тек қана оны сатып аласыз. Бірақ біз оңай жолын, тегін жолын қарастырып, поделицаны басу арқылы оқушыларға осы сілтемесін көшіріп алып, электронды поштаға жіберетін болсақ, оқушылар электронды поштадан сілтемені көшіріп алып, іздеу жолағына орналастырады. Содан кейін ашқан кезде, міне бізде осындай дайын кітап, дәл осылай болып шығады оқушыларға, және де оқушылар барақтай отырып, осылай сіздің тапсырмаңызды, дайындаған мәтіндеріңізді оқи алады. Тіпті мына жердегі аудио жазбада бірден оқушыға, мінекей төменгі жағында слушать деген тұр ғой, міне осыны басатын болсаңыздар, оқушыларға осы естілетін болады. Яғни, сосын кейін парақтай беретін болса, сіздің берген тапсырмаларыңыз бірінен соң бірі ашылады. Енді бұл оқушылардың қызығушылығын ояту үшін, тапсырманы түрлендіріп беру үшін ұсынылатын ресурс деп қарастыруға болады. Әрі бұл көп уақытыңызды алмайды. Ең бастысы Word нұсқада сіздің тапсырмаңыз дайын болса болғаны. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Комментарий қалдырып, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар.